Баршаңызға сәлем. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі баршамызға құтты болсын. Сіздермен бүгін Наурыз көже жасайтын боламыз. Өте дәмді шығады, жасап көріңіздер. Ал бисмиллах деп суымызға етімізді салып, жақсылап баяу отта пісіріп алатын боламыз. Қайнатып алатын боламыз. Қайнаған суымыздың көбігін жақсылап отырып алып тазалап алатын боламыз сорпамызды. Осылайынан барлығын ешқандай көбік қалып кетпеу керек. Осылайынан барлығын алып алатын боламыз. Дайын сорпамызды осылай баяу отта қайнатамыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, қазақ контентінің дамуына үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Ал мінекей, бірінші дәнді дақылдарымыздың бәрін қойып, жүгерімізге суымызды құйып, 1,5 сағатқа бұқтырып қоятын боламыз. Жүгері кеш піскені үшін мен алдын ала салып жердім. Қазір маш саламыз. Ноқатымызды салып, қатты дәнді дақылдар болған үшін бұларды ерте салып, қайнатып пісіретін боламыз. Тұз саламыз татымына қарай. Осылайынан баяу отта және пісіріп алатын боламыз. Етімізді сүзіп алып, жақсылап турайтын боламыз етімізді. Қараңыздаршы, өте жұмсақ піскен етіміз. Сол барлығын осылайынан турап, дайындап қойамыз. Қазымызды тураймыз, майларын тураймыз. Өте дәмді болады. Жасап көруге кеңес беремін. Достар, сіздерде қалай жасайды? Комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Неке дайын болған көжеміздің үстіне етімізді салып, ақ мол болсын деген ниетпен ағарғанымызды да құятын боламыз үстінен. Осылайынан құйып, дастарханға тартатын боламыз. Қараңыздаршы, өте әдемі, әрі тойымды, дәмді Наурыз көжеміз дайын болды. Ал бізге ас болсын, сіздерге Наурыз құтты болсын.